салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Бет ашар. Келін түскен үйде келінді таныстыру мақсатында жасалатын дәстүр. Бұны жалпы жұрт өте жақсы біледі. Бұл дәстүрде келін оң аяқпен табалдырықты аттау, отқа май құю, сәлем салу, ақша, не сый беру, келіннің беті неліктен орамалмен жабық тұратындығын бірі білсе, бірі білмес. Беташардың алдында және соңында жасалатын рәсімдерді ескерсек, бұның төркіні сонау тәңірлік сенімдермен сабақтасып жатыр. Бет ашу функциясын алғаш атқарушылар ақындар. Көне таным бойынша ақын рулар арасында дәнекер қызметін, киелілерді жарастыру қызметін атқарған. Демек, олар жоғарғы дүние мен адамдар дүниесінің байланыстыратын көпір іспеттес. Беташардағы орамал мен бет жабу тірілерге тән жоралғы емес. Әдетте өлі адамның ғана беті жабылады. Бұл рәсім басқа халықтардың фольклорынан да берік орын алған. Сондай көне жұрттың бірі Америка үндістері. Сонымен келіннің бетін жабу жасанды өлімнің ишарасы. Жаңа түскен келінмен бірге ере келетін өз әулетіндегі жақсы жаман, жағымды жағымсыз қасиеттер оң аяғымен аттаған келіннің жаңа жұртының ру киелілерімен табыса алмай қалуынан қорыққан біздің ата-бабаларымыз рәсми өлім, яғни жаңа түскен келінді тазарту рәсімін сол үшін жасаған. Қазақ даласында қыз балаға келін болып түскен жеріне ру киелілерін өзімен бірге ала келуге қатаң тыйым салынатыны сондықтан. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дегенде, қазақ жасанды өлім арқылы жаны мен тәні тазартылған келіннің басқан қадамы шаңыраққа құт әкеледі деп сенген. Міне, біз сөз етіп отырған беташардағы орамалмен бетін жабу рәсімі өз жұртына тазарып, өлген келінді жаңа түскен жұртына қайта тірілтіп алу процесін қамтамасыз ететін ежелгі рәсми амал еді. Беташардағы иіліп сәлем ету салты әруақтар дүниесі мен көзі тірі тума-туыстарын келінмен таныстыру мақсатында жасалатын да, беташар сәлеміне салынатын ақшалай, заттай берілетін сыйлықтар әруақтарға берілген ризашылық садақасы ретінде қабылданып, беташар рәсімін жасаған дәнекерші ақынға тиесілі болған.